Бір күні құтты көктен түскен бойдың астында жап-жарық жұлдыз жерге аға жөнелді. Ол Қазақстанның байтақ даласын жарлап, мөп-мөлдір суына малынып, таудан құлаған көбікті өзеннің ырқына ілесті. Ол биік шыңдармен таласа ұшты. Ол арайлы таңның шаттығына бөліну үшін осы бір киелі мекенді мәңгілікке пана етті. Қазақстан қайталанбас таң шапағы. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымызды тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнаймыз. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы тәуелсіздік жетістіктері. Тәрбие сағатымыздың мақсаты оқушылардың бойында ұлттық рухты, патриоттық сезімдерді ұялату, өз отанын, елін сүюге, мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге, мемлекеттік тілін құрметтеуге, өз ұлтын жанындай сүйетін, саналы, білімді, іскер азамат болуын қалыптастыру, ұлтжандылыққа, туған еліне, ата мекеніне деген сүйіспеншіліктерін арттыруға дұрыс бағыт-бағдар беру. Қазақстан өзінің тәуелсіз ел ретінде жариялады. Биыл Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Тәуелсіздік жетістіктері атты тәрбие сағатымыз халқымыздың тәуелсіздікке жету жолындағы ерлік күресі мен қазіргі Қазақстанның жетістіктеріне арналады. Қазақстан тәуелсіздіктің 30 жылында қандай жетістіктерге жетті? 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1994 жылы Талғат Мұсабаев Союз ТМ 6 ғарыш кемесімен көкке самғады. 1995 жылы 30 тамызда еліміздің ата заңы жаңа конституция қабылданды. 1997 жылы 11 қазанда Қазақстан халқына Қазақстан 2030 жолдауы қабылданды. 2002 жылы денсаулық жылы болып жарияланды. 2002 жылы Астана Бәйтерек монументі салынды. 2013 жылы Экспо 2017 өткізу құқығын алдық. 2016 жылы тәуелсіздікке 25 жыл толды. 2017 жылы Қазақстанда Экспо 2017 көрмесі ұйымдастырылды. 2019 жылы Қазақстан үшін тосын оқиғаларға толы болды. 19 наурызда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттігін тоқтатты. 9 маусымда кезектен тыс сайлау өтіп, 70%-дан астам дауыс жинаған Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Тәуелсіздіктің арқасында еліміз көптеген жетістіктерге жетті. Еліміздің келешегі, Қазақстанның болашағы өз қолымызда. Қазақ елі мәңгі жасай берсін. Тәуелсіздік жүрегіміздің төрінде.